Артық салмақтан арыла алмай жүрсіз бе? Арықтау сізге қиындық туғыза ма? Егер арықтағыңыз келсе, бұл видеоны соңына дейін қарап, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Себебі бүгін біз сіздерге арықтауға пайдалы ақпаратпен бөлісеміз. Кәдеңізге жарайды деген сенімдемін. Күнделікті өмірде қолданып жүрген корица, яғни даршынмен арықтауға болатынын білесіз бе? Корица хош иісі мен тәттілігінен бөлек салмақ жоғалтуға да көмегін тигізеді. Алдымен даршынның қандай пайдалы қасиеттері барын біліп алайық. Ең алдымен даршын қандағы холестерин мөлшерін төмендетеді. Оған қоса даршын қан құрамындағы қанттың шамасын реттеп, жүрек ауруларының алдын алады. Даршынның иісі кофенің иісі секілді ми жұмысын, жалпы есте сақтау қабілетін жақсартады. Даршынның құрамындағы клетчатка, кальций, магний және темір, басқа да микроэлементтер ағзамызға өте пайдалы қасиетін береді. Зат алмасуды тездетіп, ас қорыту жүйесіне де өте пайдасын тигізеді. Даршынды тұрақты түрде түрлі тағамдарға қосу иммунитеттің әлде қайда берік болуына өз септігін тигізеді. Дүкендерде жалпы даршын қатты таяқша түрінде немесе дәмдеуіштер сияқты ұнтақ түрінде сатылады. Арықтауға ең пайдалысы таяқша түрінде сатылатын даршын. Олай болса, арықтататын әрі дәмді рецептпен бөлісемін. Ең алдымен 200 грамм қайнаған ыстық суға 1 шай қасық корица ұнтағын қосып араластырасыз. Оны 30 минутқа суығанша қойып қоямыз. Кейін суығаннан кейін 2 шай қасық бал қосамыз. Жақсылап араластырып, дайын болған шайды іше берсеңіз болады. Қалған бөлігін таңертең ертерек тоңазытқыштан шығарып қою керек. Ішер алдында тұнбасын түбімен бірге араластырып ішкен дұрыс. Келесі рецепті жасау үшін бізге айран керек. Айран мен даршын салмақ тастаудың күшті құралы болып табылады. Бұл ретте аштық пен тамақтануды қатаң шектеудің де қажеті болмайды. Айран, даршын сусынына сіздің дәміңізге сәйкес басқа да компоненттерді қоссаңыз болады. Айран құрамындағы сүт қышқылының арқасында ас қорыту процесі жақсарады. Сонымен қатар организмнен жиналып қалған токсиндер мен қалдықтардың шығуы да тез болады. Даршын аштық сезімін басады және майлардың ыдырауын да тездетеді. Айранның сүттен айырмашылығы, айран оңай сіңеді және тез қорытылады. Пайдалы бактериалдың көп болуына байланысты айран асқазан ішек жолдарды емдейді және ас қорытумен байланысты көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Даршын қосылған айран тұтастай алғанда денеге де пайдалы, ол жүйке жүйесінің күйіне де жақсы әсер етеді. Майды кетіретін негізгі рецепт өте қарапайым. 1 стакан айранға даршын қосып араластырыңыз. Алынған сусынды тындырып қоймай, бірден іше берсеңіз болады. Бал да, корица да өте пайдалы. Ал олардың қосындысы одан бетер пайдалы. Себебі бал мен корица байланыса отырып, көптеген аурудың алдын алуға болады. Балдың құрамында бар қант ерекше күш-қуат береді. Оны корицамен бірге қолдансақ, адамның көңіл-күйі жақсарып, күні бойы көтеріңкі жүреді. Сондықтан да күнде таңертең аш қарынға шай қасық бал мен корицаны 1 стакан суға араластырып ішсеңіз, пайдасына көз жеткізесіз. Егер буыныңыз ауырып мазалап жүрсе, күнделікті 1 стакан жылы суға 2 ас қасық бал және 1 шай қасық корица қосып ішіңіз. Себебі ол сіздегі созылмалы артритті де қойдырады. Бар болғаны 3 шай қасық және 2 ас қасық балды суға араластырып ішсеңіз, 2 сағаттың ішінде холестерин мөлшері 10%-ға азаяды. Егер күнделікті қабылдасаңыз, холестерин деңгейі тұрақты, яғни қалыпты күйде болады.
Егер шашыңыз көп түссе, тамырына бір ас қасық бал және бір шай қасық корицаны араластырып жағып, 15 минуттан кейін жылы сумен шайыңыз. Бұл тағамдарды күнделікті тұтынып жүру өзіңізді, жалпы иммунитетіңізді жақсартады, бактерия, вирустардан да қорғайды. Ішер алдында 2 ас қасық бал және 1 шай қасық корицаның қабылдау ең ауыр болған тамақты да қорытады.